Қайырлы күн, сізбен бірге Айбек Имашев, және біз сапаны басқару курсына видео дәрістер жазуға кірістік. Бірінші дәрістің аты сапаны басқару курсынан кіріспе. Бүгінгі таңда отандық кәсіпорындардың алдында тұрған негізгі проблемалардың бірі олардың нарықтық экономика жағдайларында сәтті бейімделуі. Бұл мәселені шешуін олардың өмір сүруінің және одан әрі дамуының қажетті шарты болып табылады. Қазіргі нарықтық экономика өнімнің сапасына түбегейлі әртүрлі талаптар қойылады. Қазіргі уақытта кез келген компанияның өмір сүру деңгейі, оның тауарлар мен қызметтер нарығындағы тұрақты жағдайы бәсекеге қабілеттілік деңгейімен анықталады. Өз кезегінде бәсекеге қабілеттілік екі көрсеткішпен баға деңгейімен және оның өнім сапасының деңгейімен байланысты. Сонымен қатар, екінші фактор біртіндеп бірінші орынға шығады. Еңбек өнімділігі және ресурстардың барлық түрлерін үнемдеу өнім сапасына жол ашады. Ұлттық өнімдер мен қызметтердің сапасына саласындағы саясаттың тұжырымдамасы отандық экономикасының 21 ғасырдың басты міндеті. Сапаның өсуіне байланысты бәсекеге қабілеттіліктің өсу екенін дұрыс көрсетеді. Сапа бұл компанияның беделі, кірістің артуы, өркендеудің өсуі. Сондықтан компанияның сапасын басқару бойынша жұмыс менеджерден бастап белгілі бір орындаушыға дейінгі барлық қызметкерлер үшін маңызды қызмет түрі болып табылады. Сапа пирамида түрінде ұсынылуы мүмкін. Сапа, компания сапасы, жұмыс сапасы, өнім сапасы. Өнім сапасы кәсіпорын қызметінің маңызды көрсеткіші. Өнім сапасының артуы көбінесе кәсіпорынның нарықтық жағдайы өмір сүруін, ғылыми техникалық прогресс қарқынның, өндіріс тиімділігінің өсуін және кәсіпорында қолданылатын ресурстардың барлық түрлеріне үнемдеуі анықталады. Өнім сапасының артуы әлемдегі жетекші фирмалар жұмысының тәң деңгейіндегі тенденциясы болып табылады. Сапаны бағалау үшін маңызды әртүрлі физикалық қасиеттер тұтыну құнына шоғырланған. Сапаны бағалау үшін маңызды қасиеттер: өнімді ғылыми техникалық жетістіктерді материалдандыратын техникалық деңгей, эстетикалық сезімдер мен көз қарастарымен байланысты қасиеттер кешенімен сипатталған эстетикалық деңгей, өнімді пайдаланудың техникалық жағына байланысты пайдалану деңгейі, техникалық сапа бұйымды пайдалануды болжамды және нақты пайдалану қасиеттерін үйлесімді байланыстыру. Қазіргі заманға әлемдік өндірістік басым бөлігі тауарлар өндірісімен ұсынылған. Сондықтан да белгілі бір өнімді өндіру, тұтыну құнында тауарлардың құнын да қамтиды. Демек, сапа фирманың барлық тиімділігінің тараптарды қамтитын кешенді түсінік болып табылады. Бәсекелестік күшейту барлық деңгейге басшылардың өнімнің сапасын және оны жобалау, өндіру және іске асыру процестерінің жақсарту мәселесін мақсатты шешудің талант етеді. Осы мақсаттарға жету үшін ISO 9000 сериясының халықаралық стандартының идеологиясы мен ережелері кеңінен қолданылады. Бұл тәсілдің пайдасындағы негізгі дәлелдер бұл стандарттар нарықтық қатынастарға бағытталған. Жетекші индустриялық державаларды өнеркәсібінде басқаруды ұйымдастырудың оң тәжірибесін жинақтайды. Өнеркәсіптің әртүрлі салалардың кәсіпорындарын мен түрлі қызмет түрлері үшін әмбебап. Барлық дамыған елдер кәсіпорындардың өзара тиімді сауда экономикалық қарым-қатынасын ұйымдастыру үшін негіз ретінде танылған. ISO 9000 сериясы стандарттарды енгізу өз кезегінде өнімнің бәсекелестік мүмкіндіктерін анықтайтын, оның сапасын тиісті деңгейін растауға бағытталған, өнімді тәуелсіз сертификаттау үшін негіз жасайды. Мұндай қызметті тиімді жүзеге асыру үшін сіз өнімнің тұтынушылық қасиеттерін қалай бағалауды, қандай жағдайлар мен процестерді және оған қаншалықты әсер ететінін, адамдарды қалай ұйымдастыруға
және осындай жағдайларды жасау бойынша жұмысты басқаруды білуіңіз керек. Демек, сапаны басқару курсының мақсаты сапаны басқару жүйелерін, олардың жұмыс істеуі мен дамуына әсер ететін факторларды, олардың қызметін бағалау және бақылау көрсеткіштерін зерттеу. Курстың мәні өнімнің тұтынушылық қасиеттер мен оны құру, тұтыну және кәдеге жарату процестерінің әлеуметтік экономикалық және ұйымдастырушылық техникалық сипаттарымен анықтайтын параметрлерді, сондай-ақ осындай қасиеттер мен процестерді жетілдіру жөніндегі қызметті зерттеу болып табылады. Тыңдағаныңызға рахмет. Сізбен бірге Айбек Имашев.